біздің ата-бабаларымыздың дәстүрлері. Алғашқы адам жабайы өсетін дәндерді, жеміс-жидектерді жинап, жануарларды аулаған. Біздің ата-бабаларымыз аң аулау мақсатында жабайы аңдар соңынан еріп, әрдайым бір орыннан екінші орынға жылжып отырған. Алғашқы адамдардың қоғамдық ұйымы күрделі де ұзақ даму жолынан өтті. Оның бастапқы кезеңі алғашқы тобыр бірлесіп, қорғану және шабуыл жасау, аң аулау және жиын терін үшін бірлесу болды. Суреттегі дәнді дақылдардың атауларын оқы. Жүгері, күріш, сұлы, бидай, тары, қара бидай, арпа. Бидай ұнынан қандай тамақ түрі жасалады? Ертедегі адамдардың негізгі тамақтарының бірі нан болған. Ертеде құрманы шөл даланың наны деп атаған. Саяхатшылар сапарға шыққанда өздерімен бірге құрма алып жүрген. Ол араб елдерінде өсіріледі. Құрма ағашының жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Ұлы жібек жолы. Бұрынғы заманнан бастап, жер шарының түпкір-түпкірінде тұратын адамдар өзара сауда жасады. Бір жерде бар тауарлар басқа жерде болмады. Сондықтан оларды сатып алушыларға жеткізу керек болды.